Енді культураға айналып бара жатыр десем болады. Жалпы мұсын келе тастап қоям ба деп қорқамыз. Жоқ, қорқпаңыз, бастай беріңіз. Намазыңыз қабыл болсын. Қам жасаңыз, амалыңызды түзетіңіз. Ассаламу алейкум аға. Сізден илтимас, күйеуім талақ берген. Сонда жасай берсем болады ма? Күнәға батам ба? Талақ берген болса, талақты нақтылау керек. Қандай сөзбен берді? Не деп айтты? Соған қараңыз. Яғни үйдің қасындағы мешітке барып, имамнан нақтылап сұраңыздар. Не деп айтты? Қалай айтты? Соған қарай үкімі болады. Тахаджуд намаз, замзам сүрелерді 2-3 сүре қосып оқуға бола ма? Негізі бір сүре жеткілікті, бірақ кейбір жерлерде бірнеше реттен оқыса болады деген сияқты пікірлер бар, бірақ бір рет оқығаныңыз жеткілікті. Түсіңде пайғамбар саллаллаху алейхи көрсең не болады? Ештеңе болмайды. Пайғамбардың жолын қумасаң, түс көрген, сол түс күйінде қалады. Түсімде Қағбаны көрдім. Алла нәсіп етсін Қағбаға баруыңызға. Жер сілкіну жайында не айтасыз? Жер сілкіну Аллах Тағаланың құдіреті, бірақ енді оны барлығын жаңағы мынадан болып жатыр деп диагноз қоюдың алысырақ болу керек. Аллах Тағаланың жеке құдіретіне пенденің араласқаны, яки оның догма айтып, әртүрлі нәрсе айту дұрыс емес. Елдің онсыз да ұнжырғасы қиналып, халқымыз онсыз да жәні қиналып жатқан кезде, соның үстінен ұпай жинап, бәрін бүйтіп кетесіңдер. Жер сілкінгеннен елдің бәрі онсыз да қорқып отырған кезде, соның үстінен бүйткенде бүйтіп жіберіңдер дегеннен еш нәрсе өзгере қоймайды. Сондықтан ең дұрысы, сол жер сілкіністе ұпай жинаудың қажеті жоқ. Ең дұрысы, әшейінде де, жай бірақатта да, жер сілкінсе де, сілкінбесе де, амалымыз дұрыс болу керек. Сізді Қарақалпақстаннан күтеміз дейді. Рахмет. Зікірді дәптерге жазып жүрсек, ол да пайдасы болады ма? Зікірді жүрекке жазу керек. Дәптерге жазғанын пайдасы жоқ, қағаз күйінде қалып қояды жаным. Бала күнімізде ауылда қатты жетілген әлі есімде. Неше жасқа кіреді, бір мал садақа береді ма? Басқа қалай беруге болады? Неше жасқа келгенде Жұмагүл, амалды өзгертесіз. Адам өмірді өзгерту керек. 12 жыл өміріңіз өтіп кетті. Алдыңызда 13 жыл, 12 жыл және өміріңіз бар ма, өміріміз жоқ па, бар баса қандай ахуалдамыз. Сондықтан сондай өзгеріс табуға тырысу керек. Бұл өмірде өзгеріс тауып, жақсы амалға, бет бұруға тырысыңыз, сол дұрысырақ болады. Қайтыс болған адам мазарға қарай шақырса дейді. Ненің белгісі? Қайтыс болған адам мазарға қарай шақырса, мазар өлесің деген сөз емес. Сол амалыңды түзет деген белгі. Ол шын әлемде. Сол шын әлемге, шындыққа қарай бұрыл деген сөз. Екінші түс жорушы ғалымдар айтады, егер адам мазарға шақырған болса, бұл адам сіздегі бір өтіріктің бар екенін көрсетеді. Біреуді алдап жүрсіз, яғни алдағансыз. Соның алдынан өтуге шақырады. Именно қайдасыз? Именно Эйдждемін, Америка Құрама Штаттарында, Нью-Йорк қаласында. Аман есен оралыңыз дейді. Рахмет, Құдай қаласа. Алия ұстазым, ассаламу алейкум. Мен де Қарақалпақстан болды ма, түсеміз ба? Жақсы. Бардым. Жақсы. Фатиха және Ихлас сүресімен намаз оқуға бола ма? Болады, оқуға бастай беріңіз. Күйеуім арақ ішеді. Ал енді мына жаққа шығуға тура келді. Қазір сіздерге мынандай бір көрсетіп қояйын. Америка Құрама Штаттарындағы ең бірден бір биік ғимарат Гудзон, барлығы түгел көрініп тұр. Америка Құрама Штаттарында
орамалмен жүрудің ешқандай сөгеттігі жоқ. Оқушы балалар орамалмен жүре береді. Америкада толық еркіндік. Қандай болса да толық еркіндік, ешқандай тыйымшылық жоқ. Мынаны қараңыздар. Бір көрсетіп қояйын. Мен енді онша қорықпаушы едім. Мына қарындасымыз біздің Жұлдыз деген қарындастарыңыз болады. Америка құрама штаттарында, Филадельфияда тұратын қарындастарыңыз. Осы жерге шақырып, бір жағы қазақ қоғамдастықты ұйымдастырып жүрген қарындастарымыздың бірі. Қай жердің тумасы боласыз? Қазақстан облысы, Чабдар ауданы. Неше жыл болды Америкаға келгеніңізге? 5 жыл болды. 5 жылда ана барлықтарыңыз аккаунтын көрген шығарыстар. Трак дейді бұл кісі. Жас қарындастарымыз, қыз балалар, нәзік қыз балалар осылай Трак дейтін қыздарымыз өте көпшілік. Алла разы болсын. Мынау 100 нешінші этаждамыз? 102-ші этаждамыз. Мынау Атлант мұхиты. Қазір бізде таңғы сағат 11:50, күндізгі ең биік ғимараттың үстінде тұрмыз десек. Алла разы болсын. Бүгін кішкене бір уақыт болып, біздің қазір түстен кейін Огайо штатына жол жүреміз. Огайо штатындағы қазақ ағайындармен кездесу өтеді. Кеше Нью-Джерси қаласында, оның алдында Филадельфия қаласында кездесулер өтті. Нью-Йоркта бүгін кездесуіміз бар. Осы ғимараттан сіздерге сәлем. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз тұрақты болсын. Тәуелсіздігіміздің арқасында Алла тағаланың қалауымен осындай елде жұмыс істеп жатқан барлық қара көздеріміздің нәсіпті рызықтары молынан болсын. Алла баршаларына риза болсын. Тап бұрыш екен ғой мынау. Құдай сақтасын. Осындай дүние Алла разы болсын, Алла береке берсін. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын баршаңызға. Мен осымен кішкене эфирімді аяқтайын.